тарихи өлкөтөну музейинин Жалагаш ауданында уюмдаштырылган фольклорлук экспедициясы жалгасын табууда. Азыр биз Узо Заматоват ауылынын тургуну Умаров Мирапейрагайдын отбасындабыз. Мирапейрагай мына колуңуздагы бир кызык дүниелердин болгусун айтып өтсөңүз. Бул негизинде әкемиздин ісі ғой, тұғырғын ол. Біздің әкеміз дәлі Бомбайден шығылған 1896 жылы туған, 1975 жылы қайтыс болды. Бұл кезде мен мектеп бітірген 75 жыл. Соған дейін пайдаланған нәрсе жоқ. Біздің әкеміз негізінде құс ұстаған. Бүркіттің тұғыры ғой сонда. Бүркіттің тұғыры ғой негізінде. Бұның негізінде мына қазір мына бәрі неған ғой мына. Шегеленген еді бұл. Шегеленген кезінде мына үстінде отқан кезде тұғырда ұстап отырады ғой. Қонып отқан кезде. Соға істеген мына бүріп ұстап жататын тұғыр ғой негізі үш аяқтыдан. Негізі бұл қалма енді кезінде қонатын жерін сонда былғармен қаптаған ғой. Былғармен қаптаған ғой. Соның кезіндегі шегелермен ұстаған шаршаған қосаған дейін кеткен 40 жылдай болған нәрсе бұл. Негізінде бұл әкеміз құсқа істеген тұғыр ғой бұл. Бұның енді қандай ағаш екенін айта аласыз ба? Ағаш негізінде білмеймін. Баламыз ғой өзі қандай екенін қалма әлде сексеуіл ма білмедім енді қандай анығын. Тұғырып болған ғой. Әдері өзі несін пайдаланған десеңші. Иә. Енді осы тұғырды енді музейдің қорына өткізуге қалай қарайсыз? Алмайды енді, не істейміз енді оны пайдаланған. Рахмет ағай. Құдай қаласа музейдің Орда отқан кезде томаға дегені болады. Томаға деген жаңағы көзін жауып қалатын нәрсесі ғой. Сол томаға кигізіп қояды, соған дейін жаңағы бағындырады. Көзін қояды. Ұйықтап қапсын түртіп қайта-қайта әнде қазірет спасын барып бағындырады. Соған кезінде түртіп бағындырады. Бағындырады. Ұстап пайдаланды. Бұл кісі сәтші жақсы. Ағай, рахмет енді мына дүниелеріңізді құнды дегеніңізді ескертеді. Енді осы сіздердің отбасыларыңызға аманшылық тілейміз. Рахмет. Thank you.